Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айнас Тока, және де бүгін мен Тока Бока ойында қайдан табу деген видео түсіретін боламын. Ал егер де сізге қызық болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуге ұмытпаңыздар. Ал біз бастайық, кеттік. Бірінші табатын затымыз бұл бізде осындай өте әдемі сусындар. Енді бұл сусындарды біз қайдан табамыз? Бұл сусындарды табу үшін біз осы жерге кіреміз. Бұл осындай жер, және де ең соңына дейін апарсақ, бұл жерде осындай сусындар тұрады. Ал енді келесі табатын затымыз бұл бізде осындай өте әдемі орамалдар. Мен бұл орамалдарды өз ас бөлмеме қойып қоямын. Бұл орамалдарды табу үшін біз осы жерге кіреміз. Мінекей біз осы жерге кірдік, және де осы жерге келсек, бұл жерде осындай орамалдар тұрады. Ал біздің келесі табатын затымыз бұл бізде осындай өте әдемі сүйкімді ойыншық. Бұл ойыншықты табу үшін біз осы жерге кіреміз. Осы жерде осындай төсекте ойыншық жатады. Келесі табатынымыз бұл осындай веер. Бұл веерді табу үшін біз осы жерге кіреміз. Мінекей біз осы жерге кірсек, кішкене осылай осы жаққа қарай барамыз. Бұл жерде осындай есік тұрады. Осындай бір түсініксіз зат тұрады. Біз осы затқа бассақ, осындай веер шығады. Бұл жерде тек қана веер емес, және осындай өте әдемі суреттерді табуға болады. Мен өзімнің үйіме кішкентай суретті алған болатынмын. Келесі табатын затымыз бұл бізде осындай өте әдемі ойыншықтар. Келесі табатын затымыз бұл бізде осындай өте әдемі ойыншықтар. Осындай акула және де жұлдызша. Ал енді бұны іздейік. Біз осы жерге кіреміз да. Ойыншықтарды табу үшін кішкене осы жерге қарай барамыз. Осындай өте әдемі машина тұрады, және де ішінде өте көп осындай әдемі ойыншықтар бар. Ал келесі табатынымыз бұл бізде осындай крем, осындай тағы да бір крем, және де осындай спрей. Енді осыны іздейік. Бұл заттарды табу үшін біз осы молдың екінші қабатына барамыз. Мінекей біз екінші қабатына келдік. Осылай осы жерге барсақ, бұл жерде осындай кішкентай магазинчик тұрады. Және де осы салонда, бұл салон, кешірім сұраймын, осындай спрейлер тұрады, крем, солар тұрады. Және де қызыл түсі бұның қастарында тұрады. Ал достар, осымен біздің қайдан табу деген видеомыз бітті. Егер де сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуге ұмытпаңыздар. Ал енді келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.